Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте жұмсақ, нәзік болып шығатын осындай кекстар дайындаймыз. Бұның жасалу жолы өте оңай, сондықтан да видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен 3 жұмыртқа, қант, ерітілген сары май және де сүтті миксермен араластырамыз. Егер де миксер жоқ болса, венчиктің көмегімен араластыруға да болады. Бұл жерде сүттің, жұмыртқаның температурасы маңызды емес. Кейін ұнымызға 1 шай қасықты толтырмай, ас содасын салып, жақсылап араластырып, осы ұнды 2-ге бөліп қосатын боламыз және де миксерлейміз. Ешқандай да түйіршік болмауы қажет. Достар, және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Осылайша қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар болады. Енді дайын болған массамызды осындай кекстардың формасына саламыз. Мен ортасына вареная сгущенка салдым. Сіздер изюм немесе ештеңе салмасаңыздар да болады. Әр формаға 2 ас қасықтан және начинка салдым. Оның үстінен тағы да 1 ас қасық салдым. Сонда 3 ас қасықтан осылай толтырып саласыздар. Енді осыны 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, кекстарымыз осындай өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын.